Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Жалпы бүгінгі жиналып отыру себебіміз сіздерге арнайы пайдалы ақпарат айту. Осы жерде отырғандарымыз бәріміз лицей, Құлсары білім инновация лицейінің ағайлары, оқушылары. Жалпы бірінші сұрақ, бәріміз бастап кетейік. Жалпы КТЛ дегеніміз не? КТЛ деген сөзді жалпы адам қалай түсінеді? КТЛ. Енді кезінде КТЛ еді, қазір биыл ғой енді. КТЛ енді КТЛшіктердің арасында отырып, КТЛшік емес, КТЛ жайлы түсіндірген бір түрлі екен енді. Бәлкім білмейді де шығар, көбі біз негізі. Мен өзім жеке КТЛ бітірмеген адаммын. Яғни сіздердің бақытыңыз маған бұйырмады. Шыны керек, өте қызығам. Біз енді белгілі бір себептермен КТЛді оқымадық. Әрине ол кезде бізде рекламасы да жетпеді ме, біз енді ауылдың жігіті болғасын. КТЛді көрмедік. Біз де сіздер секілді интернат оқыған адамбыз. Бірақ мен алғашқы жұмысым әрине КТЛ-да басталды. Мұғалімдік қызметім, әйше айтқанда КТЛ-мен байланысты да. Ол өте бір керемет бір сезім болды мен үшін. Яғни жоқ жерден КТЛ-ға барып мұғалімдік жасау деген енді алғашқы опытымыз бізде Көкшетау білім инновациясында басталды. Ол кезде КТЛ 2011 жылдардан басталды. Сол жерде ұстаздық. Басында мен шын мәнінде яғни қорықтым, өте қатты қорықтым. Яғни мен бір қазақ түрік лицейінде сабақ беруге лайықты емес адам секілді өзім сезіндім шын мәнінде. Өйткені әрдайым сыныпқа кіресің, алдындағы балалар, яғни басқа балалар, басқа мектеппен салыстырғанда өзгеше ғой әрине. Ыңғайсыз бір сұрақтар туындап қалса, жауап бере алмай қалам ба деген яғни қорықтық шын мәнінде өзіміздің білімімізге, бірақ өзім ұстаздыққа деген махаббатым, яғни бұл қорқынышты жеңді. Маған яғни алғашқы 3 жыл, ұстаздықтың алғашқы 3 жылы өте ауыр келді. Бірақ Алла разы болсын, алғашқы жыл Көкшетауда лицейінде білімдігімді бастаған кезде қасымда мықты мұғалімдер болды. Яғни маған өте мықты тәжірибе көрсетті. Жергілікті апайларымыз сол жерде бәлкім көріп жатса, Асия апаймен Айнагүл апайымыз деген мықты апайларымыз болды. Асия апайым маған кәдімгідей күшті жетілдірді, маған күнде кәдімгі түсіндірді. Менің көп сабағыма қатысатын ол кісі. Ол кісі сабағыма қатысқан сайын мен білемін да, яғни Асия апай сабағыма кіреді, мен дайындауым керек. Сабағына кіремін, дайындалып түсіндіремін. Асия апай келеді, одан кейін отырамыз, Асия апай түсіндіреді да, сабақты бір минут айтпайды. Хотя бірінші жыл мұғалімдік бір минут айтпайды. Бірақ былай жасап жүр дейді. Болды, келесі сабаққа келетін кезде уже білесің да, Асия апай бірақ былай жасап жүр деген жері бар еді, соны жасайын. Сөйтіп мен түсіндім да, яғни ол кісілер бізді өте мықты жетілдірді, былайша айтқанда. Мен алғашқы 3 жыл шын мәнінде жетілумен болды. Былай болады екен, негізі мұғалім алғашқы 3 жыл мынадай білім менен келеді да, сол білімді алып келеді да, яғни балаға бере саламын деп ойлайды да. Бірақ ол олай емес екен де, яғни сен мынадай білімді мынадай ғана уақытта сенің білімінен өте төмен мынадай қысқа ғана жаңағы тарихты білетін адамға мынадай білімді қалай сыйдырасың, яғни ол жерде методика маңызды екен да. Методика маңызды. Яғни сен мынадай білімді әкеліп сразу қиып бере алмайсың ешқашан балаға. Сол себепті ол жердің методикасы өте керемет. Методика арқылы, яғни жеке бәлкім жұмыс жасау арқылы, кейбір сыныптың жаңағы қабылдауы басқа, тыңдауы басқа дегендей. Сондай бір қызығушылықтарын ескере атырып, жаңағы білім беру қызықтырсаң, сенің мынадай біліміңді арасында бір 4-5 бала шықса да, өзі-ақ келіп сұрайды да сен. Өзі-ақ келіп сен сабағын алдында отырған кезде қосымша тапсырма келіп алып келеді. Соңында жаңа 4-5 бала сол тапсырманы алып келіп мынадай білімді айтып, ал сен мынадай білімді оған беремін деп, яғни қиналып баланың алдында сөйлеп, былайша айтқанда ректор болып кетсең, шын мәнінде сыныптың қызығушылығын жоғалтып аласың. Біздің пән, барлықтарыңыз білесіздер, тарих өте көп сөйлеуді талап ететін тарих. Көп сөйлей берсең де балаларымыз қиналып. Сондықтан КТЛ мен үшін әрине бұл оқушы ретінде емес, бірақ ары қаратай біз жұмыс жасадық. Астана, одан кейін Ақтау білім инновация лицейінде жұмыс жасағаннан маған тәрбиеші болып бақыты бұйырды. Тәрбиеші болып бақыты бұйырды. Обычно енді тәрбиешілеріміз көбіне бірінші курсқа келген кезде тәрбиеші болатын еді. Мен бұл жерде уже мұғаліммін. Тәрбиеші болдым да. 11 сыныптарға тәрбиеші мұғалім. Екіні істі қатар алып жүрген, былайша айтқанда белгілі бір себептерге байланысты мәжбүр болдық. Соны айтамын да, яғни қабаттен ау деймін да, бұрында бір тәрбиешілікпен бастағанда ғой дегенде. Осы кезде Ақтау маған сол жерінен өте қатты жетілдірді. Мен тәрбиешінің рөлін атқара
руды үйрендім, яғни оқушы менен ұстаз ретінде емес, арадағы пердені алып тастап тәрбиеші ретінде сөйлесуді үйрендім. Керемет үлкен бір сезім екен, үлкен бір бақыт екен. Ақтауда жұмыс істеп жүргенде мынадай бір сезім беріп, білеміз, Дәулет бірге Ақтауда жұмыс жасадық. Ақтауда мені 11-лердің 11-лердің папасы дейді. Папасы дейтін яғни. Яғни ол мынадай бір ситуация болып қалды. 2018-дің түлектері ойдым. 2018-дің түлектерінің кезінде 11-лер поляны ешкімге бермей ойнай беретін. Біз бір газон поля бар. Поляны ешкімге бермей ойнай береді. 7-лер, 8-лер келді, ойнай береді. Содан жаңағы сыныптарын үлкендер айтады, қазір Ризабек ағайға айтамыз дейді. Сол кезде мен бүкіл 11-лерге жауаптым. Енді ол жерде кәсіби бағдар беруші деген қызметін атқардым. Бүкіл 11 мен жақсы болдым. Ақтауда 3 11 болатын. Еще ол 3 11, 4 11-дің қосындысы, яғни бір сыныпты бәріне таратып, 4 сынып негізі. 4 сыныптан 3 сынып шығарған еді. Есімде 72 бала, 72 қыраным деп айтылды олар. 72 бала болатын. Одан кейін 2019 жыл тура солай болды. 2017 жылда 11-лерге жауаптым. Былайша айтқанда, жылда 11-лерге жауапты болдым. Сол жылдар, яғни маған уже ат қойып кетті 11-лердің папасы. Сол кезде жаңағы полядан шықпай жатқан ғой, енді Ризабек ағай келеді дегенсің. Енді мен көріп шығып келе жатқанда арасында бір папамыз келе жатыр, қашайық деп жаңағы айғайлаған. Содан кейін бүкіл жаңағы үй болды, Марал келжеті, бәрінде жаңағы айтатын еді Ризабек ағай 11-лердің папасы. КВН-де даже не болған кезде, жюри болған кезде маған Ризабек ағай 11-лердің папасы деп таныстырып еді. Сондай жаңағы қызық ситуациялар болды. Яғни ол жақта мен білмеймін, енді бәлкім қуану керек шығар, енді сондай бір атқа ие бола алған, енді қаншалықты оған лайық болдық, ол басқа сұрақ. Әрине ол бұл жерде менің айтып жатқаным дұрыс емес, ол жерде оқушылардың өздерінен сұрау керек, олар қаншалықты лайық болғанымыз. Енді сондай бір сезім болды, бақыт болды. КТЛ мен үшін осы да. Енді мен оқушы бола алмадым, өкінішке орай, оқушы бола алмадым. Мынадай бір ситуация болды, мен бір КТЛ-дан шығып кетуіме бола ма деген бір ойларым басып келеді ғой. Әртүрлі адамның басынан кім біледі, қай жылға дейін мен мұғалім бола беремін, кейбіреулер ойлайды. Әсіресе ол жылдары мұғалімнің қатты беделі де жоқ еді. Бәлкім мұғалімдікті тастап кетеміз бе. Бірақ мен айтайын сіздерге, егер мен КТЛ-да жұмыс жасамасам, мен қазір мұғалімдікті жалғастырмаймын дейді. Мұғалімдікті тастап кетер ме едім дейді. Сондықтан мен үнемі оқушыларыма айтамын, шәкірттеріме, сендер болғандықтан мен осындаймын дейді. Сендер бар болғандықтан мен осындаймын. Сендерге алғысым шексіз. Көбі маған шексіз білдіріп жатқанын айтамын. Сендер бар болғасын мен осындаймын. Сонда мен айтамын, КТЛ мені мұғалімдікте де ұстап қалған нәрсе. Мұғалімдікте де ұстап қалды. Қатты былайша айтқанда ол мамандықты сүюге үйретті маған. Осындай алдымдағы үлкен шәкірттерге жаңағы ұстаздық жасағанды шын мәнінде мақтан етемін. Сіздерде оқушылар алдымыздан өткенде, көргенде. Ол маған өте бір абырой болды. Кез келген уақытта мен уже миыма ондай сұрақтар келмейтін болды. Мен мұғалімдікті тастап кетуім вообще ойламайтын болдым. Жоқ, мен мұғалімдікті тастамаймын. Және кім біледі енді КТЛ-ға қанша уақытта жүреміз, ол белгісіз әрине. Бірақ КТЛ маған уже бітті фундамент қиып берді мұғалімдіктің, ұстаздықтың. Мен кез келген жерге барсам да, ол ұстаздықты сүйіп, былайша айтқанда бүкіл ынтамменен жасаймын. Бәлкім кім біледі, қай жылға дейін ұстаз болып жүреміз. Бірақ ұстаз болмаған күннің өзінде де белгілі бір себептер болып туындап жатса, мен үнемі ұстаздыққа аңсайтын боламын, үнемі ұстаздыққа баруға тырысамын, үнемі ұстаздарға көмекші болуға тырысамын. Қалай болсын, рухани болсын, методологиялық болсын, жаңағы. КТЛ-дан тек жылы эмоция дейсіз. Өте жылы эмоция. Маған КТЛ осы жігіттер. Мен енді оқушы тарапынан сендер айту керексіңдер, оны мен айта алмаймын. Мен үшін осы КТЛ шын мәнінде. Енді әсіресе ең алғашқы жылдар ашылған кезде 92, яғни тәуелсіздік алып жатқан жылдар ойлаңыздар, бұл жерде жаңағы түрік ағайларымыз келіп ашуы үлкен бір нығмет бізге бұйырған шын мәнінде. Мен енді КТЛ туралы өзімнің айтып жіберейін. Былай айтқанда, салыстырмалы түрде былай айтқанда 5 жыл беріледі саған. Негізі адамның өмірінде көбінесе байқасаңдар мүмкіндік береді, чекпоинт дейді ғой, сондай кездер болады. Я сол кезде сен дамисың, я сол кезде шанс қолдана алмасаң кейін қарай түсесің да. Чекпоинт сол лицейге түсу барысы.
каждый лицейден кейін универ бар, универден кейін әр чекпоинт бар, соны қолданып қалу керек та. И лицейдегі бала өз жаңағы білімін сол кезде алып үлгермесе, я болмаса тәрбиесін алып ол чекпоинттан не істеді, қайтадан өту керек, я сол миссияны орындамады деген да. Былай көбінесе былай айтамын мен. Осы 5 жыл оқыдыңдар, и өздерінің бұрынғы сыныптастарымен салыстырған кезде қандай айырмашылық бар? Жер мен көкте айырмашылық болу керек негізі да. Қай жағынан? Білім жағынан, жетілдіру жағынан, тағы басқа жағынан. Бірақ ана бұрынғы мектепте балдардың дәрежесі төмен түсу керек деген сөз емес. Былай айтқанда, всегда өзіңе недовольны болу керек та, именно білім жағынан, тәрбие жағынан, всегда алда ұмтылу үшін. И ол дегеніміз басқа лицей бітірмеген балдар төмен деген сөз емес. Қазіргі билік басында басқа жерлерде мықты бизнесмендер де бар, лицей бітірмеген да. Мәселе тек қана лицей емес. Бірақ сондықтан 5 жыл сендерге беріледі, осының шанс, неше түрлі мұғалім болады. Ротация дейді ғой. Ротация ауысқан кезде, может бір мұғалім көзінше сен дұрыс өзің көрсете алмаған шығарсың. Екінші жылы көрсететін шанс болады. Сол сияқты барынша саған берілген шансты қолданып қалу да. И қазіргі сенің қолдануың, қолданбауың келесідегі чекпоинттарды өтуіңе тікелей әсер етеді да. Жалпы менде де КТЛ туралы ең басында мәлімет істегенде, енді КТЛ-ға түспестен бұрын әр адам дайындалады. Кейбіреулер дайындалмайды өтседі, дайындалып. Осындай КТЛ-ға 1 жыл дайындалып, сол достықпен дайындалған кезде. КТЛ-ді өзім елестететінен қызық көріп бүйтіп. Енді ол кезде таныс ағаларым да болды, таныс, енді дос балдарым да болды, менен 1 жас үлкен. Солар менен КТЛ-ді оқыған кезде кәдімгідей қызыл галстукпен, кәдімгідей костюммен жүреді. Қызығасың енді, оғанда да кітап оқиды күнде. Осын тәрбиешілерін көріп, тәрбиешілер андай оқушыға деген бір затты үйреткісі келіп тұрады, тек қана жақсыға. Соның бәрін көріп қызығам да. Сосын ойлайтын, тек қана лицейге түссем болды. Өмірім тек рахат. Дымда істемеймін, жүрем деп. Шын мәнінде олай емес екен. Наоборот, керісінше еңбек. КТЛ деген жалпы үлкен бір қазына ғой, пайдалана білсең. Келісім. Менде КТЛ-ға түспейтін бұрын маған мама айтады. Мен негізі КТЛ-ді некен білмедім вообще. 6 класста бітіріп жатқанда апам мен мамам түсіндірді. Там робототехника бәрі дамыған деді. Тәрбие жақсы деді. Сосын оқу жақсы деді. Сол тапсырып көргенде мен негізі дайындалған жоқпын КТЛ-ге. Негізі андай не сенбедім. Оларға сенбедім. Жаман оқу, тәрбие өтірік бәрі деп сөйтіп жүре беретін. Бірақ мама қадағалап дайындал деді. Сол неше күн, апта 2 апта қалғанда дайындалдым мен. Дайындалдым, апам маған бәрін түсіндірді, математика жағынан, мамам қазақ тілі жағынан, бәрін Қазақстан тарихын түсіндірді. И тапсырып жатқанда андай не болды? Мандраж дейді ғой, мандраж. Тырылдап бардым, қалай тапсырамын, түсем ба, түспеймін ба деп сөйтіп жүрдім. Бардым Атырау КТЛ-ның бірінші туры Атырау КТЛ-дан тапсырдым. Сол отырдым. Еще кешіп бардым мен бірінші турда, кешіп бардым. Ағай маған кір тез ақалет. Кірдім бүйтіп тапсырдым. Сол кезде кешірмішті. Сол кезде кешірдім. Сызым барғанда тестті қарадым. Былай қарағанда 50% оңай болды деймін. Потому что дайындалдым. 50% оңай, бірақ 50% қиын. Білмеймін не дедім да, есептерімді өтіп белгі салдым. Бұл кезде андай бар ғой, төртеуі. Төртеуі қате болса, біреуі қайтадан қате, 5 қате болып кетеді дейді. Соған стрессовать ететін едік. Көп ойымдататын сол ғой. Тапсырар кезде. Бірінші тур тапсырып болғаннан кейін сөйтіп күттік нені результатты. И бір ағай соқты бізге, мамама соқты. Айтты, сіз бірінші турда өттіңіз, балаңыз өтті. Сол екінші тур Құлсарда тапсырамыз негізі. Құлсарда тапсырасыз, екінші турда сол Құлсарға бардым. И сол кезде Құлсар деген не дедім мен. Құлсар деген не дедім. Мәлімет білмейсіз. Вообще білмеймін Құлсар деген. Картада қажет. Сол айттым, сізім Құлсарға ауыл деді, сол Құлсарға бардық. Ауыл? Қала жоқ. Құлсардың жігіттері отырады, абайлар. Сол Құлсарға бардым. Сол екінші турда сол КТЛ-ға бардым. Тоже дырлап бардым. Екінші тур уже андай кішкене қиынырақ болады шығар деп сөйтіп өттім. Тоже кешіп қалдым қайтадан. Потому что такси проблема болды, ол таңертең еще сөйтіп проблема болды. Құлсары 3 сағат дейсің. Сол Құлсары 3 сағат, 2 сағат сөйтіп жүрдік. И бардым, тоже тест тапсырдық. Тоже 50% кішкене оңайлау болды. 50% оңай тоже. Наугад белгі салдым. И сөйтіп кеттік, жақсы деп. Сосын бір аптадан кейін мамам звондап тұр.
құтты болсын, сіздің балаңыз Байдуллинбек болып Құлсарыға өтті деді. Құлсарыға сол түсті деді. Соны мамам қуанып, мен де кішкене қуанып, енді жақсы Құлсары дейік. Құлсарыға өттім дейік. Атырау емес, бірақ Құлсары деп. Сол айттым өзіме. Мен Құлсарда қалай оқимын, сағынып жүрмін, ондай бірінші рет қой менде. Анадай болғанша мен 7-ші сыныпта Құлсарыда оқимын, 8 Атырауға көшіп Иә. Мамам күшті. Атыраудан келгендердің бәрі сондай ма жақта. Мен түсінбеймін. Сөйтіп 11-ге келіп қалдым. Сөйтіп күттік. Стат. 2 классқа келдім. Енді сол оқу жақсы, тәрбие жақсы, уже андай кішкене өсіп, 8-ші класс, 9-ші класс өзі үйреніп кеттім. 9-ші класста үйреніп кеттім. 8-де ойландым, типа Атырау көшетін шығармын. Или баян мектепке кететін шығармын. Баян мектеп жақсы шығар деп. Сөйтіп ойландым, мен Құлсары ғой, бірінші рет қой енді. Құлсарыда сөйтіп 7-де сағындым Атырауда, 2 аптада 1 рет барып сөйтіп жүрдім. 9-ші класста уже үйреніп кеттім, уже сенім жоқ. Жақсы Атырау тасташы, Құлсарда оқиыншы, тәрбие жақсы, бәрі жақсы, оқу жақсы. Десем баян мектепті деймін. Адам ғой ол істі. Сөйтіп 9-ші класста, сөйтіп өсіп 10-ші классқа келдік енді. Адам болдық. Сөйтіп оны Атыраудан келіп түсіп қазір сөйтіп ойлап жүргендер сондай намек салып. Мен дым бір жаққа түсу керек, бір білімді ойлау керек. Жүрдім, обычный бала, сабағымды оқып Пушкинде, нөмір 6-шы мектеп. Сосын бір уақытта папам айтады, мен болашағымды ойлап кәдімгідей, рахмет папам, ол КТЛ деген нені тауып, маған рекомендовать етіп кәдімгідей отырып, маған түсіндіріп, бәрін құттай бала болсам да. Сосын ақыры маған түсіндіріп, қандай мектеп екен. Сол жаққа түсіргізді, условия жасады. 2 ай дайындалдым мен КТЛ-ға. Жаман ойымдадым мен. Атырау КТЛ емес, Құлсары КТЛ-ға 2 ай дайындалдым. Босанып, кәдімгідей, неден, босатылып мектептен. Соған түскеннен кейін жаман қуандым. Ол кезде мен не, ауырып отырмын, бірдеңе постельде 3-6 айда жаман болып қуанып отырмын. Пушкинде орысша оқыдың ба сен? Иә, орысша. Орысша мектеп. Соған, Так, бізде орысша оқыдық. сол папам. Сенікі де орысша. Иә, орысша. Мен де 11 жыл орысша бітіргенмін. Бірақ көріп таңғалдым. Менікі орысша, қазақша ғой. Көкшетауда солтүстік. Строго орысша дейсіз. Сізден ұқсамайды. По-русски стреляй. Жалпы көп адам қызығады, КТЛ немесе неш деп қызығады екі мектепте де. Бірақ таңдау несіне келген кезде қателеседі көбісі. Қателеспейді, жалпы көбісі білмейді да қайсысын таңдау керек екен. Жалпы сіздер қандай кеңес бересіздер, қандай сүйіп айтасыздар. Енді бір жақты қолда демеймін, жалпы айтарым тек қана қандай себептер бар. Мысалы, айырмашылығы неде былайша айтқанда? Қалай ойлайсыздар? Енді біз нақты мұғалім ретінде қарайтын болсам, көзқарасты қарайтын болсам, өзім салыстырайын яғни. Егер мен ништа жұмыс жасасам деген кейде ойлар келеді, қалай жұмыс істей алатыным белгілі ол жерде. Шын мәнінде мен өзім істей алмайды екенмін ол жерде. Өте қатты примерно бір қарадым, салыстырып көріп, яғни ол жердегі тағы да бағанадай нәрсе ғой, сай болу қиын. Ол жерге сай болу қиын. Оның жаңағы көптеген жаңағы несі, ресмиеті өте жоғары да. Ресмиеті өте жоғары. Қағаз бастылық деп айта алмай ақ қояйын енді. Ресмиет өте жоғары. Ол жерде шын мәнінде жаңағы мұғалім функциясын атқарасың, бірақ ұстаздық функциясын атқарып қиын секілді. Егер мұғалім пен ұстазды ажырата білсе адамдар түсінеді деп ойлаймын. Мен үнемі айтамын, яғни КТЛ-да ништа бұл өз заманының озық мектептері. Яғни сонымен қоса ФМШ болсын, сонымен қоса дарын мектептері болсын. Бұлардың барлығы біздің Қазақстандағы озық мектептер. Негізі біз Қазақстанда бұндай мектептер көбею керек. Өйткені барлығы КТЛ-ға түсе бермейді, барлығы нишқа түсе бермейді, барлығы ФМШ-ға, бәрі дарын мектептеріне түсе бермейді. Түсу мүмкіндіктер көбін шектеліп қалады да. Біз бүкілігіне жаңағы көп адамды қамтамасыз етіп тұрсу керек. Осындай мектептер негізі көбею керек. Мен қарсы емеспін, ништа көбейсін, КТЛ-да көбейсін, дарында көбейсін. Негізі айтарым келген мынау да, яғни кезінде Алихан Бөкейханов болсын, Алашорданың зиялылар барлығы болсын, олар өз заманының озық мектептерінде оқыған, озық училищелерінде оқыған. Яғни сол секілді бұл заманында белгілі бір буыны, яғни осындай озық мектептерде оқып отыр да. Сондықтан менің айтқым келіп жатқаны,
осындай озық мектептер біздің осы 21 ғасырдың зиялыларын тәрбиелеп шығарады. Яғни осы жақтан бұл екеуі де сол функцияны атқара алады деген сенім. Екеуі де осы функцияны атқара алады. Яғни ништа КТЛ сол функцияны атқара алады. Мен яғни екеуін қатар істеймін. Яғни КТЛ-де жұмыс істеп жүргесін мен КТЛ-дың опытына көп сүйенемін, бірақ ништің ішіне кіріп істей алмағасын мен оның опытын айта алмаймын, насихаттай алмаймын. Сырт көзден ғана білемін. КТЛ-де істеп жүрген мұғалімдер арқылы білемін, ништа істеп жүрген мұғалімдер арқылы білемін. Негізі әрине бұл өте үлкен жоба, яғни ниш мектептері прямой жаңағы мемлекеттік бақылауда, мемлекеттік финансированияда, ол жердегі бюджет те басқа. Сондықтан ол мен не айтамын, яғни бәлкім кейбір кезде даже қорқам, ниш бізді кейбір показательдерден озып жатыр, озып та кетеді. Біз оны мойындау керекпіз. И бұл жақсы, өйткені бәсеке бар жерде сапа болады да, сапа болады. Біз сол жағынан яғни ойланамыз, сапа керек бізге, бізді шын мәнінде соған қарай біз уже бұрмаланып барамыз. Білесіздер ме қандай артықшылығымыз қазір бізде бар? Біз құндылықтар негізіндегі мектеп деген жоба ашық. Құндылықтар негізіндегі мектеп. Біз осы артықшылығымызбенен көрінуіміз керек, осы артықшылығымен жоғары шығуымыз. Құндылықтар негізінде білім беру, құндылықтар негізінде мектеп құру, құндылықтар негізінде жаңағы баланы тәрбиелеу. Осы жүйені біз қазір жақсылап тұрып жетілдірсек, бұл бір фишка болады. Біздің уникальность. Бұл менікі деп бұны ұстап қалмау керекпіз, бұны жаю керекпіз, басқалардан жаю керекпіз. Даже нишқада жақсылап тұрып түсіндіру керекпіз. Бар оларда әрине жоқ емес, бар. Мен былай ойлаймын, яғни біз олардың методикасын үйренейік, олар біздің құндылықтар негізінде бірге. Шын мәнінде 21 ғасырдың зиялылары екі мектептен де көптеп шығады, біздің елімізге екеуміздің де пайдамыз жоғары болады. Ең маңыздысы сол емес пе, елімізге пайдалы азаматтар шығару. Мен сол бағытта жұмыс жасап, сол бағытта жұмыс жасауды қолдаймын. Жалпы өз опытым ништа болмағасын және басқа бір мектептерде болмағасын біреудің опытымен бөлісейін. Азим деген ағай, ол Қазақстанның химия инженері. Ол жалпы инженер, бірақ опыт, мұғалімділік опыт жинап жатыр. Ништан, РФМШ, КТЛ, андай камп жасап, әртүрлі лагерь дополнительный. Содан өміріне қызығып бір интервью болды. Сол ағаймен живой, face to face. Сол кезде ол маған айтты, не деп. Салыстыратын болсақ, ниш пен КТЛ екеуі бір пик. Ниш ол бүткіл пәндерді каждыйын алып жүр, меңгерген оқушылары. Ал КТЛ бір пәнді меңгерген, бірақ сондай деңгейде және құндылықтар, рухани, сол жағынан дамыған олар. Екеуі екі пик әртүрлі. Ал РФМШ олардың ортасында жүр дейді. Пик емес, бірақ ортасы нейтральный. Сондықтан ол РФМШ таңдады өзі. Бірақ ол субъективный мнение. Объективныйға келетін болсақ, менің мнениеме келетін болсақ, бір КТЛ деп ойлаймын, өйткені білімге қарағанда құндылық маңыздырақ деп ойлаймын. Әрбір КТЛ-дан мақтайтын шығар енді. Мен өз опытымды айтайын. Мен екі мектепке де тапсырғам, нишқа да КТЛ-ға да. Бірақ мен нишке өте алмадым. Атырауға тапсырдым. Бірінші былай болған. Мен 6 сыныптан екеуінің де не екенін білмеймін. Сыныптастарым айтып жатыр. Осындай ниш КТЛ дейтін мектептер бар. 7 сынып пен 11 сыныпта ары қарай сол жақта жалғастырады екен. Сол жаққа неге тапсырып көрмеске, бәріміз бірге тапсырайық, дайындалайық дейді. Мен жақсы қосылып кеттім солармен бірге. Сосын ары қарай санаулы аз уақыттар алып, нишке дайындалдым, түрлі курстарға, MIT Академия дейді, Атыраудағылар. Соларға жазып дайындалдым, бірақ нишке өтпедім, бірақ қайырлысы ары қарай кішкене іштей өкініш болды, бірақ одан кейін ары қарай апрельде КТЛ-дің емтиханы келді. Олардың нелері бірдей, екеуінде логика бар, бірақ ништің экзаменде ағылшын, орыс тілі сондай болса, аз жақта қазақ тілі, Қазақстан тарих дегендер болды КТЛ-да. Тапсырдым, Құлсары КТЛ-ға 2 турдан да сүрінбей өттім. Қуанам қазір, ништеміз КТЛ-да оқытқанына.
қазіргі таңда осындай мәселе бар. Әрбір үлкен компанияларда кішігірім анализ, статистика жүргізеді. Біздің осы бағытымыз дұрыс па? И алдағы уақытта біз конкуренттеріміз қалай бізге әсер етеді деген секілді. И ең бірінші лицейлер ашылған кезде 92-де бізге ешқандай конкурент болған жоқ. 2013-те секілді бізге хабарландырып келіп, кім лицейде оқып жатқандар 8-ден алды, 9, 8, 7. И солар тапсырғысы келсе бара алады деді. И сол кезден бастап конкурент басталды. Мен даже лицей тапсырған кезде Ақтөбеде 2000 бала тапсырып, соның ішінде тек 60 қана бала қалды. Содан кейін азайып кетті, өйткені содан кейін ниш пайда болды. Ал қазіргі таңда ниш өзінің опытымен, финансированиемен не істеді. Көп кадрлар шақырып біздің деңгейімізге жетіп алды. И біз қазір өз деңгейімізді ұстап тұру үшін және де басқа да мектептер біздің дәрежемізге жетіп бара жатыр. Мысалға, частный мектептер бар ғой. Ладно, олардікі басқа емес, бірақ кейбір мемлекеттік мекемелердегі жұмыс жасайтын мектептер біздің деңгейімізге жетіп жатыр да. Ол бізге төмен түскен емес, керісінше қазіргі таңда балдардың және де 30 жыл бұрынғы мектептердің уровені қазіргі таңда өсті деген сөз. И олардың бізде уровень жетіп қалып, и балдардың да былай қарап отырған кезде мышлениесі бөлек, басқаша подход қарайды да. Уже түсінді олар оқу керек екенін. И алда уақытта всегда конкурент болады, всегда не болады. Қарсылас, былай жарыс болады. Білім жағынан, тәжірибе жағынан. Жақсы жақтан. И әрі қарай дамыту керек та, жаңағы құндылықтарды, тағы да мәселелерді. И нишқа келген кезде енді бүгін ғана қонақта болдық, сол кезде айтады. Ниш былай қараған кезде балдар өте басқа әлемде жүреді дейді да. Ал бізге бір ата-ана айтып отыр. Балдардың лицейдің ұйымшыл дейді да, қашанда бір-бірлерін іздеп тұрады. Да, айырмашылығы негізі коммуникация и санаулы, бірақ өте құнды да. Бір-бірін іздеп тұру, қазіргі ништан бөлек басқа мектептерде ондай көп кездестірмейсің. И всегда біреу көмек керек болса, сразу көтеріп жібереді да. Көп түкірсе көл деген секілді. Сумма жинау керек болса бере салады. Бере салады дегенде бүкіл 2-3 мың теңге ма, не важно да. Бірақ лицей ұжым болғасын, лицей түлектер болғасын, бір-бірін көмектесіп, сондай. Бауырмашылық қой, былай айтқанда, өткенде 5 жыл бір жерде жұмыс істеді, бір жерде оқыды, бір дастарханнан шай ішті, тамақ ішті, кейде тоқ, кейде аш деген секілді. Соны бүкілін бірге көргеннен кейін ыстық болады всегда. Ал ништа сол жағынан жоқ. И бір жағынан ништа қыз ұл араласып оқығаннан кейін балдар көбінесе алаңдайды да. Метод олардың бөлек оқуда соңында бала алаңдамау керек, чист сабақ оқу керек да. Фишкасы сол да. Өйткені алаңдайтын болса, бір 100% көңіл бөлу керек нәрсеге 100% көңіл бөле алмай қалады. Уже 60-70% бар. И солай оқуға деген ынтасы төмендеп, басқа нәрсеге алынып кетеді. Атыраудың ктл-да бір бала бар, еще ништа бір бала бар, менде досым. Үшеуміз бірге, төртеуміз жиналып, отырып, әңгіме айтамыз. Мысалы, ол ниш туралы айтады, ништа бала. Ниш пен ктл-ның ерекшелері көп. Шын жабыласыңдар ма? Ерекшелері көп. Например, мысал айтсақ, олар 12 жыл оқиды. 12 жыл емес, 6 жыл оқиды. Біз 5 жыл оқимыз, олар 12 жыл. Мысалы, еще не бар? MES деген бар оларда. Экзамен, NT болмайды оларға. MES деген бар. Письменный экзамен. Алынша экзамен. NT тоже, бірақ алынша. Еще олар IELTS тапсырады. Олар тегін тапсырады IELTS. 10 класста оларға финансовый проблема емес оларға. Проблема емес, олар IELTS тапсырады, дайындалады. Өздері дайындатқызады еще ана жақта. Ағайлар, өзінің ағайлары бар, сөйтіп. Біз, например, біз тост айтамыз. Маклюбе тост, қызғанды. Зейді айтады, ма тост жеңді. Зейді айтады. И, короче, мұндай не болды, бір күн болды. Мен туған күнім болды. Мен айттым балдарға, давайте тост пісірейік дейік. Ниш балаға көрсетейік дейік тост деген не пісірейік деді. И тосттар бір балада болды. Тост айтып кеткен. Тост пісірейік деді, тост жасадық. Яғни уже тост алды ғой. Не, ну и просто нан мен сыр, колбаса ғой ішінде. Жеген. Просто бутерброд қой, ну дейді.
короче не істемеді сенбеді жек көрсейші дедік жек көреді мен мынау тәтті ғой андай еще андай не істедік тостермен бастырдық сөйтіп не істедік еще маклюе болды бізде маклюе жасадық 4 адамға маклюе жасадық сөйтіп маклюе не деді түркше сол тамақ деді арабтың аудару деген мағына араб тілінде сол маклюе жедік сөйтіп көрсеттік ктл-дың несілерін заңдарын соны анау ниш заңдарын көрсеттік жалпы мен деген ниш ктл деп бөлмеймін. Екі мектепте Ризаға айтып кеткендей екеуі де Қазақстан елін дамытушы мектептер. Жалпы араларында қарым-қатынас бұзылмасын, қарсылас болған дұрыс. Неге? Себебі мысалы бәріміз қазақтың жігіттері көбінесе оқитын сол жерде. Олар намыс ұстайды да ұтылса. Егер мен мына баладан ұтылсам, мен озғым келіп береді да. Егер намысшыл балдар көп қой енді қазақта. Сол намыс ұстап озғысы келеді да. Егер қарсылас болса, сапасы жоғары болады. Неге? Себебі бәрі бір-бірімен қарсыласып, бірге бірі болады, біреу құндылығын айтады, біреу білімін айтады дегендей. Жалпы үшінші сұраққа көшейік. Үшінші сұрақ, жалпы топ-10 университет. Қазір барлықтарыңызға мәлім, ең бірінші топ университеттен бірінші болып тұрған Авиал университет. Сол университет тұр. Ендігі сұрақ, неге топ-10 университеттерге Қазақстан елінде жалпы түсіп жатырған, сол университетке түсіп жатырған азаматтар санаулы? Жалпы оғанда не себеп? Айвилік дейді, негізі осы мәселеде тоже лицейде барысына қарастырылып үлкен жақ ағалар ойлаған. Біздің именно лицейден неге осыған түспеске де? Өйткені біз лицейде мақтаймыз, осы деп құндылықты айтамыз. Неге түспеске деген кезде бірнеше фактор болды. Осыған байланысты даже ойланған неде Астанада мықты деген балдарды әдейі арна шақыртып 10 класста. Бүкілі тегін Эдлайт деген сол жақта КТФ-те сабақ түсіндіреді. Именно осы Ivy League-ге байланысты, оған керекті пәндерге байланысты, тереңірек былай айтқанда. Содан кейін де қатты результат болған жоқ. Бірақ салыстырмалы түрде нишқа қаранды. Ништа соңғы мәлімет 5 жылда бірнеше бала түскен екен, нақты санын ұмытып қалып тұрмын. КТЛ-дан жаңағыдай почти что жоқ дейді, түспеген балдар. Не үшін деген, қазір де актуально, әлі соған мән беру керек. Мынадай нәрсе болды. Мысалы мен өзім 4 жыл кәсіби бағытында жұмыс жасаған кезде, Орал білім инновациясында жұмыс жасаған кезде, мен бір бақытым орай ништің әңгімесі жарасып кетті. Ништің кәсіби бағдар мұғалімменен осылай бірге жұмыс жасадық. Көрейікші. Яғни ол жақтан шынымен де жаңағы Оралдың билі менен Оралдың ниші өте күшті қарым-қатынасты. Яғни оларда бестік одақ деген не бар сондай? Яғни дарын мектептер, тағы бірнеше мектептер. Яғни бестік одақ деген бар. Өз араларында жарыс жасайды, өз араларында ата-аналардың жарысын жасайды, күшті араласады. Сол кезде мұғалімдер де бір-бірімен араласады. Мен жаңа кәсіби бағдар ретінде олардың кәсіби бағдарымен бірге жұмыс жасадым. Сол кезде қараған кезде мен мынандай нәрсе түсіндім. Бірақ Оралда соны жоюға тырысты. Оралда мен жұмыс жасаған жылдар 12 үйірме болды. 12 үйірме болды. Даже білесіздер, қайық үйірмесі болды. Картинг бар. 12 үйірме, еще анадай жұмыс жасап тұрған үйірме. Атылар заты жоқ деген емес. Нағыз жұмыс жасап тұрған үйірме. Сырттан мұғалімдер келеді ол үйірмеге. Еще қастарда біз секілді мұғалімдер тағайындалады. Қосымша. Мен мысалға жаңағы өзім енді күреске жақын болғасын, мен күреске жауапты ағайдың қасында жүретін. Тренер вообще сырттан. Бірақ мен соның тренировкасына барамын. Маған беріп қойды. Каждый мұғалім болса бөліп қойды, кім неге қызығады. Мысалға арт деген үйірме болды, сурет салуға қызығатын мұғалім солардың қасында жүрді тоже. Технология, мына бәрі, данс, би, соның қасында мұғалімдер жүрді. Мақсатымыз не? Мен ол жерге барам, бағана құндылықтар аясындағы мектеп. Яғни балаларымыз тек қана күреске көреді, арасында күрес болғаннан кейін шешеміз әңгіме айтамыз. Яғни кейде жаңағы балалардың жаңағы енді спорт болғасын кейбір эмоциялар шығып қалады ғой, яғни ол эмоциялардың жерде ол жерде эмоцияны былай қолдан деген нәрселерді үйретесің. Енді осы күшті дамыды. Мен айтқым келіп жатқан бұл жерде біздің проблемамыз лицейлердің балаларының бұрын енді жақсы күшті түсті ғой, яғни MIT-ға қаншама түлектеріміз түсті бізден жаңағы білесіздер, химик олимпиадчигіміз Тараздан.
өте мықты университеттерге түскен екен. Қазір мынадай нәрсе болып кетті. Мен көп жерде естідім бұл сөзді да, лицей убивает таланты дейді. Сондай бір теория бар, лицей убивает таланты дейді. Яғни біз лицейде бәлкім балаларға қосымша скилс меңгеруіне жол беру керекпіз. Яғни кружок. Ал қазір қараңыздар, әлемде ең үлкен жаңағы талап баланың бойындағы дағдыларға қарайды. Дағдыларға қарайды, скиллстарға қарайды. Яғни ол не жасай алады, стресс устойчивость соны қандай мықты ма, жаңағы жалпы волонтерлығы болсын, несі болсын, сол нәрселерге өте көп қарайды. И сондықтан қазір біз сол бағытқа көштік. Лицейде көбінесе соны айтамыз, яғни осыны жасаңдар, осыны ашыңдар, осыны қолға алыңдар. Әсіресе мынау парламент, яғни лицей парламентіне өте көп сондай тапсырма беріледі. Яғни балаларға қосымша жаңағы скиллстарды меңгерту, даже адам болмаса да парламентке айтатынбыз біз жаңағы. Домбырашылар жинады, жеке домбырашылармен кружок аш. Яғни осындай нәрселерді жаса деген. Яғни қосымша скиллстар өте көп керек. Яғни көптеген университеттерге түсу үшін сол жағынан керек. Яғни ол біздің ништан біліміміз төмен болып түсіп қала алмай жатырмыз деген нәрсе емес. Біз ништағы кейбір дағдыларды бере алмай жатырмыз да баланың бойына. Яғни ол анау әлемдік тенденцияға әсер ететін дағдылар, әлемдік трендте жүрген дағдылар. Осыларды үйрету керек. Негізі Ivy League'нің плюстары көп, өйткені Ivy League'де оқыған студенттер, бітіргендер өте мықты жерлер жұмыс істейді. Және де кәдімгідей сөзі өтетін, айтқанда влиятельный болады. Басымнан. Сіз неде сөзіңіз болып кешіңіз. Неде Ақтауда білесіз, Сағындық деген оқушы болып президент лицейдің Бекболдармен оқыған. Биология олимпиадшыға. Соны біз Ақтауда Гарвард университетіне дайындадық. Мен кәсіби бағдар реттімше Гарвард университетіне оқыған. И бала Ақтаудың тарихында алғаш рет Гарвардтың резервінде тұрған бала болды. Мынадай нәрсе, Гарвардтың резервінде тұру деген ол әрине түсіп кетесің деген нәрсе емес. Өйткені кім Гарвардқа түсіп тұрып бармаймын деп айтады. Яғни августтың соңына дейін күтті ол жаңағы, бірақ барып қалуы мүмкін бе? Балаға айтасың, иә деп. Қандай ситуация болып қой, енді оқыс жағдайда бірдеме жаңа бала дүниеден сондай бірдеңеден келмей қалмаса, так, сол деңгейге жетті. Бала ақыр соңында одан кейін Гарвард университетінің оның университетке жаңағы шаблондар таратылған документтер басқа университеттерге де шығады, коммунаттан көрінеді, басқа университет. 12 университеттен шақыртып алды. 12 университеттен шақыртып алды, бірақ бармаймын деді. Менің мақсатым Гарвард дейді. Кетті СДУ-ға түсті, СДУ-да өтіріп Гарвардқа магистратураға барамын дейді. Жазып ондай. Бірақ бала бойынан өте мықты скиллстар меңгерді. Нағараздар адам бір күні келіпті маған, мен елім маған не жасай аламын емес, мен еліме не жасай аламын деп ағай экспоға волонтер болуға кетіп бара жатыр. Экспоға волонтер болды 2000 қанша болды? 17 волонтер болды. Жазында. 10-шы сынып бітіріп жатыр бала. 10-шы сыныпта волонтер бір айға ғана кетті. Сентябрьда сабақ бастап отыр, Сағындық сабақта жоқ, 11-шы сынып, мен сынып жетекшім звондаймын, Сағындық, сабаққа келмейсің бе? Ағай, мен мына жақта алып қалдық. Қалай сен бір айға кеттің ғой? Ағай маған жаңа қосымша ақша төледі, и волонтерлардың басшысы қылды, короче. Келді да, мен ноябрьде келемін. Ноябрьде бітеді ғой. Қалай ноябрьде келесіз? Волонтер эксподан хат келіп тұр ғой мектепке. Потеряли пацана. Осы бала. Ақылдастық балаға жақсы мүмкіндік берік бұл бір скиллс. Бір жаңа тәжірибеде болады. Бердік. Бала бітірді. Волонтерстводан келді. Келгеннен кейін оған мынадай рекомендация берді. Негізі сол рекомендация өте қатты решеттік кетті Гарвардтың несіне түсіп кетуге. Резервіне түсіп кетуге. Балаға анау волонтерство жасаған павильон, есімде жоқ қандай павильон екен, қай елдің павильоны. Сол елдің павильоны болған Дубайдағы экспоға уже не жасаған, короче. Дубайда өтті, осы Дубайға. Дубайға жаңағы сразу, сен кел, біздің павильонның ведущий специалисті болсын. И өзінің рекомендациясын жазған, бізде осындай нәрсені жасадық, өзі көрдік. И біз соны жаңағы салдық та, оны бердік жаңағы Гарвардтың несіне бар ғой. И біраз нәрседе сол шеттік. Осындай нәрселер балаларды болу керек. Бірақ қазір тек қана Ivy League деп басқа университеттерді айтпауға болмайды, өйткені Гонконг бар, Кореяның мықты университеттеріне қазір түсіп жатыр, иә. Топ 30, топ 50-ге түсіп жатыр да. Лицей соншалық төмен емес. Бірақ әлде де біздің сәл дамытатын, жұмыс істеу керек бағыттарымыз бар деген мәселені көрсетіп тұрмын. Сол.
Ivy League университеттері мен Қазақстан университеттерін салыстырса былай ғой. Қазақстанда енді тапсырып проходной балл алып ақшаң болса түсе аласың да любой университетке. Назарбаев университетінен басқа. Грант емес әрине, бірақ ақылы түрде түсе алады. Бірақ ана Американың Ivy League университеттерінде олар ақшасы бар адамға емес, таланты, скиллі бар адамдарға жаңа айтып өткен. Мысалы, бір адам спортсмен болса, спорттан жеткен жетістіктері мықты болса, су шансы көп болады да. Спортивный гранты бар. Олар Ivy League университеттерінің acceptance rate дейді ғой, түсуге, поступлениеге шанстары өте аз да, олар 2%, 3%, Гарвардтардікі 5%, 100 адамнан 5 адам алады деген сөз мысалы. Оған тек ең мықты дегендерін алады. Басқа да экзамендері бар, саат, IELTS, мысалы 11 классқа, мысалы Ivy League'қа түсемін дейтін бала, ол 11 класста, 10 класста пландамайды ол. Примерно 8 7-8 класста ол план қояды примерно. Мен осы уақытқа шейін экзамендерін бәрін бітіруім керек. Оған шейін жасайтын олимпиадаларынан жақсы жүлделі орындар алуым керек. Волонтер болсаң өте плюс көп, спортсмен болсаң плюс одан сайын көп. Егер бір халықаралық дәрежеден Азия чемпионаттарына басқаларына орын алса, түсу шансы өте көп еді. Сразу план құру керек қой. Иә, сол ерте план арқылы болады. Ал былай 10 жасқа келіп, 11 жасқа келіп, мен Ivy League'қа тапсырғым келеді десе, ол поздно болады да. Негізі түсе алады. Түсе алады, бірақ қазір соны жүйелеп отыр ғой. Шанс әрқашан бар ғой. 7-ден бастап дайындалса. Сол үшін әрбір лицей үйірмелері парламенттер, мысалы, президент болса, мектепке өзінің көркеюіне үлесін қосса, комнатта жазса, ол мектептің президенті болу дейтін, ол үлкен плюс болады. Жаңа айтқандай, уже айтып кеттіңіздер, КТЛ бір затқа ұмтылады. Ал неге авиал университеттерге многозадачный адамдар керек, және многошерстный. Сондықтан олар не таңдайды? Более способный балдарды. Мысалы, нешті барлық пәнді меңгереді ғой. Сол авиал, сондайға ұмтылады. Сондайларды таңдап, соларды теріп алып алуға. Бізде Қазақстанда мындай ғой, шетелге, яғни Америка, Гонконгқа, Корея тапсырамын дейтіндер бар. Бүкіл экзамендерді тапсырады да, түспей қалып жатса, ноға тапсыра салады да. План Б дейсіз ба? Ноға тапсыратын олар қарасаң олар. Шетелге тапсырады, түспей қаласын, ноға Енді келеді. бәріне мәлім Қазақстандағы международный Тонкий университет. грайм бар да, осы жерде бар. Біздің жаңағы енді көп қой, бізден түсіп бара жатса да, Қазақстаннан шетелге түсіп жатқан. Жалпы Ivy League емес, мен жалпы шетелдік білімді алып отырмын. Біз Қазақстаннан шетелге түсем деген жігіттер, шетелге түсіп білім алып жатқандары, бастысы білімін алу керек та, мәдениетін алып кетпеу керек. Адамдар білімін аламын деп мәдениетін алып кетіп жатқандар бар. Білімін алайық, бірақ мәдениетіміз өзімізге жеткілікті. Біздің ең мықты мәдениет номад мәдениеті негізі, номадец, яғни біз көшпендік мәдениетіміз өте мықты негізі, былайша айтқанда. Нағыз демократия осы кезде болған. Содан соны ескерсек, мен любой университетке бала барғанда яғни қуанамын да. Яғни главный біздің мәдениетіміз сақтап қалсын, білімін алып келсін. Ништа не ғой? Сосын европейский және американский методпен үйретеді, мен естігенімше. Сол да бір фактор сияқты. Олар шетелге ұмтылып, сол жаққа оқысы келетіні. Өйткені Қазақстанда тек ниш, СДУ, сосын көп болса КБТУ, солар европейский методпен үйретеді. Шетелге түсіп жатқан балдар КТЛ және нишпен салыстырғанда ниш әлдеқайда көбірек түседі. Бірақ, түседі. Бірақ оған қарамағанда сол жаққа түсем дегендер де аз. КТЛ мен ниш салыстырғанда бірнеше есе. Сол не бізге айтады? Өйткені бізге айтатыны ниш амбициозный. Олардың мақсаттары үлкенірек. Олар шетелге, басқа континентке кетеді. Ал КТЛ қанағаттан. Қайылысы. Былай айтқанда, балдардың да бір жағынан информация білмеуі мүмкін да көбінесе. Ivy League деген бірінші, екінші курсында түскеннен кейін біліп жатыр мүмкін да. Біздің де тарапымыздан бір ескерту, осы нәрсе бар деген сияқты мотивация беру жағынан. Негізі біздің де сәл неміз бар да. Айтып кететін
міндетіміз. Өйткені көбінесе реально неден туындайды ғой. Осынша бала бар, аз деп тұрсын да. Не үшін аз? Егер де білетін болса, етеке түсетін еді да олар. Білмейтін болғаннан кейін, осына бар екен ғой деп. Уже поздно да. Иә, мысалға күйеулер ктл бар екен білген жоқ қой. Да, дәл солай. Содан кейін барып, мен ктл-ға түсетін едім осына болғанда дейді да. Біржан сол элементарный кішкентай мотивация болсын, реклама болсын, агитация болсын керек та. Бірақ мынандай нәрсе бар, шетелге түскеннен кейін қайтып келіп жатқан адамдар санын қарау керек та. Өте дұрыс нәрсе. Мысалы болашақ программасымен қаншама студенттер кетті. Көп қайтып келген ктл-щиктер білесіздер ме? Сіздің айтуыңыз бойынша шетелге баратын болса иммунитетпен бару керек, яғни рухани байлықпен. Жалпы келесі сұраққа көшейік. Ағайлар, сіздерге арнайы бір сұрақ. Жалпы сабақты оқушыға қалай қызықты, эффективно қылдырып түсіндіруге болады, жалпы өткізуге болады. Бала сабақты жақсы түсінетіндей, пайда алатындай. Тез алатындай. Негізі мына жақта бірінші фактор, тағы айта кетейік. Баланы зерттеу керек та. Зерттеу керек и бір общий тема табу керек. И общий темаға байланысты сабақ түсіндіресің. Мысалы, көбінесе менің классым қазіргі анимені қарайды. Мен негізі осыған дейін қарамағам. Бірақ әлі бастап едім 1 сентябрьден, сентябрьде осынша бала қарайды екен, бүкіл там. И 2 бала бар, бір-бірімен жарысып қарайды, почти что бәрін көрген. Соларға қарап бір общий тема болу керек деп мен қарап бастадым, бірақ өзім қатты жақсы да көрмеймін и смысл да көрмеймін да, бірақ оқушылар үшін ладно деймін. Дәл сол сияқты жеке-жеке зерттеген кезде көп нәрсе проблема шешуге болады. Мысалға бір нелер болады, апталықтар болады да. Тарих, география деген сияқты. Тарих апталығында келіп сабақ түсіндірген кезде там хандардың киім киіп алсам, балдарға басқаша әсер етеді да. Мысалы бізде 10-шы класста оқыған кезде тарихтан беретін Ақтөбеде қандай білсем Ержан деген ағай болды. Или Ерлан баты. И сол кәдімгідей түсіндірген кезде біз елестететін едіміз да басымызда. Орбұлақ шайқасын. Мына жақтан 600 әскер келіп 50 мың тоқтатады. Қалай тоқтатады? 300 жерге там орыстардан кезінде мылтық сатып алған қазақтар 300-ді тағы 150-150-ден 2 қапталға бөліп, ортада 300, ана жақта 50 мың әскер саны маңызды емес болып қалады да, кішкентай жерде. И сөйтіп 10 мың әскерін Жалаңтөс Бақадай келем дегенше ұстағанда 10 мың әскерін жоқ қылған сол. 20 мың әскер Жалаңтөс Бақадай келеді, 10 мың әскер жоңғарлардың әскерін жоқ қылып жібереді да сол кезде. И сөйтіп үлкен бір қазақтың жойылып кетпеуіне несеп үлес келдіреді. И ағайдың методы сондай да бір эмоция береді балдарға. И до этого апайлар өтірік нәрсе түсіндірген, қызықты емес болғаннан кейін көбінесе несе тарих төмендеп кетті да. 10-шы классқа шыны керек. И 10-шы класса бір леп алды. И балдарға дәл солай. Аниме болса, там 1-2 анимеден фишка болсын біраз айтып жүрсең, балдар гу ете алады, о деп. Общий тема айтты ғой деген сияқты. И соған байланысты қылтып, презентация, тағы бір ойын сөйсе, балдар қабылдайды да. И TikTok арқылы мұғалім. Да. TikTok арқылы түсіндіретін тренд те бар осы. И балдар кәдімгідей не болмау керек та, былай айтқанда мұғалім и бала осылай үлкен разница болмау керек. Почти бірдей болу керек. Осындай мұғалім мынадай сұрақ қояды негізі кейде. Мұғалім қай кезде өзін мұғалімдігін тоқтатады дейді. Осындай бір сұрақ бар. Білесіздер ме, қай кезде дейді? Яғни заман талабына сай дамуын тоқтатқан кезде дейді. Яғни жаңағы Дәулет ағайымыздың айтып отқаны ғой. Егер мұғалім өзінің ескі методикасымен жүре беретін болса, бұл мұғалім тоқтайды. Ол мұғалім емес, просто информация беруші. Анау белгілі бір не бар ғой, жаңағы Уильям Уорд деген ағылшын ба, сол айтады ғой, яғни мұғалім жаңағы жақсы мұғалім түсіндіреді дейді. Жақсы мұғалім түсіндіреді дейді, керемет мұғалім көрсетеді дейді, ұлы мұғалім шабыттандырады дейді. Ұлы мұғалім шабыттандырады. Яғни бағанағыдай келді, сабақта 1-2 нәрсе айттым, бала шабыттанып алып кету керек. Яғни осы кезде жаңағы балаға қызығушылық. Ол қалай болады? Жаңағыдай сол сіздер айтып отқандай, Дәулет ағамыз айтқандай, заман талабына сай білім беру керек. Осы Жегер ағайдың біз семинар болған, Жегер Төлеухановта. И сол кезде айтқан мұғалімдер мысалға жасы 40-та
20 жаста мұғалім болып бастаса, ол стажы 20 жыл емес. Егер де 20 мысалы бірінші жыл берген методпен 20-шы жыл берген метод екеуі бірдей болса дейді. Оның стажы 1 жыл дейді. И бір поколение, екінші поколение екеуі арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Каждый жылда просто біз байқамаймыз. И каждый жылы өзгертіп отыру керек та. 20 жылда 20 методпен және де 20 бала болғаннан кейін соответственно жұмыс істемесе адамның айтқанда өзіне деген интересі жоғалады балдардың. Және де айтқанда стажы ол 20 жыл емес 1 жыл немесе 2 жыл. Өйткені 2000 жылғы балдар мен 21 жылғы балдар жер мен көктей мысалы нелер бар ғой. Z поколение дейді. X, иә. Y. Сол кете береді да, қазір альфа бастаған шығар. Қалай? Иә. И олардың қабылдауы, олардың мышлениесі, психологиясы әртүрлі да. Соған байланысты адам өзін өзгерту керек. Bizada mынау бар. Мен де бұл жерде неме айтамын мұғалімдердің шын мәнінде осы Z дейміз, Z поколение жақсылап меңгеру керек. Негізі Z поколение ең жеңіл поколение ғой. Z поколение не қалайды? Внимание қалайды. Z поколение қайсысы? 2000-нан кейін. 2000-нан жоғары. Болды жаңа. Олармен наоборот ең жеңіл болу керек та. Біз ойбай Z поколение проблема шығара аламыз. Айырмашылық бар ғой. Қазіргі біздің СССРден шыққан папаларымыз и қазіргі ата-аналар мышлениесі екі түрлі. Мысалға біз айта алмаймыз. Жақында бір жерде көріп қалдым. Біз ата-анамызға сен бізді дұрыс тәрбиелемедің, осылай істеу керек, бізге внимание бөлу керек еді, уақыт туралы, финансовый грамотность туралы үйретпедің деп кінәлай алмаймыз дейді. Өйткені олардың кезінде заман басқаша болды, талаптар басқаша болды, и құндылықтар басқаша болды да. И біз солардікімен біздің салыстыруға келмейді, и біріктірмейді да. Сол кездегі ақша бірлігі қазір екі түрлі, элементарный. И соған байланысты финансовый грамотность қалай үйрену керек, болашақ қалай жоспарлау керек. Элементарно үйленген кезде де, бұрын кезде тума-туыстарын істейді, тойды көтеріп жібереді. Қатты оған ақша жинау деген сияқты проблема жоқ. Қазір ондай мәселелер бар. Элементарно содан кейін не істейді, осындай поколение болады. Так, осы поколение осындай, шешімі осы поколение осындай деген сияқты. И затты қабылдау кезде де қазір көбінесе внимание дейді. Балаға бірінші 3 секунд керек дейді да. Сен жарты сағат бойы сөйлескенің қатты маңызды болмайды. Егер де бірінші кездескен кезде дәурен қалайсың деген сияқты дейді. Жылы жүзбен кәдімгідей көрсетпесең, сен важный екен оған. Ол сені тыңдауға деген интерес кетіп қалады жалпы. Және де алдағы уақытта, мысалы жарты сағат сөйлесетін болсаң, қатты сені тыңдамайды. Өйткені айырмашылық бар да, сен дәурен қалайсың деп, болмаса келесіде деп внимание бөліп, көп басқа адам біле бермейтін нәрсесін есіне түсіріп, солай есіне түсіріп, баланың важный екенін түсіндірсең, басқаша қабылдайды. Поколение негізі ол үлкен тема. Біз кралдық па білмейміз. Но кішігірім түсінікті болу үшін айтып кетейік. Өте барлығы түсінікті, жақсы өтті. Ендігі сұрақ, жалпы адамға қалай өз өмірде өз орнын табуға болады? Қалай мамандықтан қателеспеуге болады? Мен енді кәсіби бағдар ретінде жұмыс жасаған кезде осы сұраққа өте көп алдымыздан шықты бұл. Үнемі жаңағы балаларға келген кезде маған оқушымыз алдыма келеді. 4-ақ сұрақ қоямын. Мына жерде кейбір өмірлер болады. Келген оларға да қойып жүр. Димаш біледі мысалы. 4-ақ сұрақ қоямын, мен жігіттерге айтамын жаңағы. Бірінші деймін. Сен қолыңнан не келеді деймін. Осыны анықташы. Қолыңнан не келеді? Екіншіден сен не жақсы көресің деймін. Не жақсы көресің? Соны айтшы. Не жақсы көресің? Мен бұл жерде айтпаймын, мен айтамын, бар ойлан деймін. Кейбір сразу айтамын деп шығады. Жоқ, сен бар ойлан деймін. Ойлан деймін. Яғни осы. Сосын үшінші сұрағын айтамын. Қандай ортада жүргің келеді деймін. Айналада кімдер болғанын қалайсың деймін. Қандай орта болғанын қалайсың. Осыны ойланшы деймін. И төртінші мәселе ол қатты важный емес негізі. Кейбір үшін важный. Мысалы, қайда тұрғың келеді? Ол қайда тұрғың келеді деген именно мынадай да сұрақ. Ауыл ма, қала ма деген дейді. Мегаполиста тұрғың келеді ма дейді. Кейбір вообще айтады, Америка тұрғың келеді деген. Яғни осы нәрсе. Осы 4 сұраққа конкретно жауап қойып алып, сосын сол нәрсеге сай жаңағы
мамандық табасың. өзің де жауап табасың. Мысалы мынадай нәрсе болуы мүмкін, адамның қолынан керемет домбыра тарту келеді, қолынан не келеді деген кезде домбыра тарту келеді дейді да. Бірақ маған домбыра тарту ұнамауы мүмкін дейді да. Домбыра тарту ұнамайды, потому что просто мен кезінде домбыра кружогын ата-анам беріп қойған, қиналып домбыра кезім бар. Бірақ күй тартса дейді, күй тартқысы келмей қиналып тартатын олар бар да. Мысалы терме арту қабілеті бар, бірақ айтқысы келмейді кезінде жаңағы кружокта. Яғни қолынан келетін затпенен өзің қалайтын зат сәйкес болса, осы сұрақ керек та. Осы зат сәйкес болу керек. Егер екеуі екі түрлі болса, ортасын табу керек. Ортасын табу керек. Өзін табу керек. Соған қаратай мамандық істеу керек. Мамандық істеу керек. Үшінші сұрақта бар, мысалы, қандай ортаны қалайсың? Кеуіру айту мүмкін, иә, мысалы, үндемейтіндердің ортасы керек деп, иә. Уже ойлау керек. Қай жерге барам? Значит, саған анадай бір жұмыс керек. Жеке отырып алып, өзің сондай бір жұмыс істеу керексің. Кеуіру айтады, мен араласқанды жақсы көремін, өйткені сен ананы жақсы көремін. Ұйымдастырушы да. Сен неме болу керексің? Ол жерде сен қоғаммен жұмыс жасайтын бір ортаға кіру керексің. Адамдармен жұмыс жасайтын ортада жүру керексің деген. Мысалы не болуы мүмкін? Ұстаздық болуы мүмкін, ол деген тағы не болуы мүмкін? Маркетинг, реклама өтеді, анау-мынау нәрсе болуы мүмкін. Сондай нәрселер. Кейбір заттар болуы мүмкін. Вообще маған білімдерін айт дейді, болды. Білімдер бар. О, сен не істейсің, значит, лабораторияда, наукада жұмыс істейтін бір жұмыс істейсің, короче. Ал олар қарта уже қала ма, ауыл ма дегенде ол уже мамандық нақтыланады ол жерде. Қалаға сай мамандықтар бар, ауылға сай мамандықтар бар. Сен қаланы таңдадың ба, бітті, ауылға сай мамандықтар керегі жоқ саған уже. Бір сұрыптап тастадың да, фильтрден өткізіп. Содан осы 4 сұраққа жауап беруге тырысыңдар, кейін осының айналасында келеді алдыма отырамыз. Ал давай ойлашы, маған қай мамандық келеді, маған қай мамандық келеді. Әрине 100% эффективный деп айта алмаймын бұл нәрсе. Но мен өзім қолданған практикамдағы зат осы да. Яғни балаға осындай 4 сұрақ қоямын да айтамын. Мына Абайдың сұрағы бар ғой, үш сұрағы бар ғой Абайдың. Мен қайдан келдім? Не үшін келдім? Қайда барамын? Осы 3 сұраққа адам жауабын тапса, бақытты болады дейді ғой. Соны мен айтамын да, мен осы 4 сұрағыма адам жауабын тапса, мықты маман болады деймін. Ағай, егер мысалы бір енді мамандықты, сол мамандықты жақсы көреді, бірақ сол мамандықты жұмыс жасауға қорқады. Мысалы политикаға кіргісі келеді, бірақ политикадан қорқады. Ол адамға не істеуге болады? Политиканы біледі, бірақ қорқады. Иә, кіреді, ықпалы бар, бірақ бірнеме бір мәжбүрлеп тұрады, бір түрлі аяқта сынып қалсам қалай болады деп. Бірақ жақсы қалап тұр кәдімгідей. Содан қол іс бәрі келеді. Значит, ол қаламайды деген сөз. Мен айтайын сіздерге, егер адамның бірінші орындағы қалауы қатты болса, ол ештеңеден бас тартпайды. Дұрыс. Ол ештеңеден бас тартпайды. Демек ол соңына дейін қаламай тұр. Енді қазіргі таңда көбінесе баланың мамандығын ата-анасы шешеді да. Көбінесе балаға мысалы бір IT маман таңдаймын десе, қой жоқ, көзің ауырады, лучше Атырауда тұрып жатсың, нефтяник бола ғой дейді да. Сондай мамандық көп нәрсе бар. Жалпы сондай ата-аналарға қалай кеңес бересіз? Өте қиын зат. Мен практикамда болды сондай нәрсе. Ақтауда жұмыс істеген кезде жаңа өзімнің бір оқушым бар, айтпай қояйын. Адам мұғалім болғысы келді. Еще қазақ тілі әдебиет мұғалімі болғысы келді. Қабілеті де күшті. Бірнеше жаңағы жырлар жаттап алған, әлем жаттап алған, гуманитарлық наукаға келеді жаңағы. Былай айтқанда жылдың басынан қазақ әдебиеті тапсырады. Ата-анасы что-то бірінші тоқсанда да, бірінші тоқсанда жиналысқа келмейді, білмеймін осы не келмеген. Мен енді 11-ге жауаптым, постоянно шақырып келмейді. Екінші тоқсанның соңында жиналысқа келеді ғой ата-анасы. Алдына анализ шығарамыз, ұбт-ның анализін шығарамыз. Анасы тұрды. Мен балам қазақ тілі мен әдебиет тапсырып отыр ма дейді. Аны мен айтпаған ғой. Білет, қарсы екен мына жақ. Әкесі естейді, короче, оны. Тұрады да хайвай болады енді. Жоқ, ол деген мұнайшы болады. Әкесі өзі өзеннің газында жұмыс жасайды екен, белгілі бір деңгейдегі жақсы шынында мақамда отырған адам. Мен саған жұмыс орнын тауып беремін, дайын тұрған зат емес па деген, не қиналып жатсың болды дейді. Осылайша алады да баланы физика, математикаға түсіреді ғой, короче. Физика, математика таңдауын жасайды, жасайды, келеді. Соңғы ұбт-ын тапсырады да, құлайды, короче. Грант ала алмайды. Құлайды емес, проходной өтеді, грант ала алмайды. Грант ала алмайды, и ойлаңдар, мынадай прикол болады. Грант ала алмайды, и ата-анасы тұрып айтады ғой оған. Сен қара өзің балдарыңа қара да, грантқа жетеді деген мамандықты таңда дейді, короче. И осы кезде мен ашуландым да. Осы кезде ата-анасын шақырдым. Әкесі келген жоқ, анасы келді. Документ тапсыруға бардық бірге. Сол жерде Есеновтың университет бар, сол жерге бірге документ тапсырдық. Апай дедім, сіздердің грантты қаласаңыздар,
маған дедім документ тапсыратыны соңғы 3 күн қалған кезде келдіңіздер деді. Соңғы 3 күн қалған кезде ол кезде солай еді, қазір білмеймін. Рейтинг шығады, қанша адам қанша мамандық тапсырып отыр деген. Статистика шығады. Содан мен қараймын да айтамын, так, мына жерде примерно мына мамандықтардан грант алды деп айтамын да ғой. Приборостроение деген мамандыққа грант алды. Мен айттым, электрик және приборостроениеға шансы бар дедім. 71 не болды жинап. И прикиньте, соған жіберді олар. Соған жіберді, адам приборостроение деген мамандықты қазір оқып отыр. Биыл 4-ші курс. Биыл 4-ші курс. Приборостроение деген мамандықты оқып отыр. Вообще мұнайшы болу керек. Сол кезде мен ата-анасына айтып дедім, ренжімеңіздер, бірақ айтайын дедім. Ақыры баланы мұнайшы қылам дедіңіздер. Тырыстыңыздар. Қазір де сіздер платный болсын, оны мұнайшылыққа оқыту керек едіңіздер деді. Яғни не анда, не мұнда оқыту. И күнде мен почти сөйлесіп жүрген кезде, бастапқы кезде бірінші курста сөйлесеміз бәріміз. Қалай оқуларың қалай деп группаға жазамын, олар ана ой, жақсы ғой, бала кезімде арманда мамандығымды оқыдым. Білмеймін, бұл қиын негізі, ата-аналар осыны өте қатты ескеру керек. Баланың таңдауыменен шын мәнінде ақылдасу керек. Даже мынадай нәрсе, сіздердің жасайын деген заттарыңыз, жаңағыдай бала ол мұнайшылықта грант ала алмай қалды, бірақ сіз ары қарай оны демеу керексіз. Ата-ана демеу керек. Я басқа мамандық грант алсашы демеу керек. Демеу керек. Үнемі айтамын, мен ата-аналармен всегда кездескенде осы нәрсеге өте қатты тұрамын. Құрметті ата-аналар, балаларыңызбен санасыңыздар, балаларыңызбен санасыңыздар, оның қалауын ескеріңіздер деген нәрсе. Мынадай көп ата-аналар кезінде өзінің жасай алмаған армандарын балаларымдан көргісі келеді дейді ғой. Сол нәрсе айтады көп психологтар. Мен де шынымен де өз сондаймын. Қазір мен 3 балам бар, 2 балам болса, біз алғашқы Мұстафаны футболист қылғым келеді. Өзім футболист бола алмай қалған. Кейде ойлаймын, мысалы қате шығар. Осындай мәселемен мен де негізі кездестім. Бірақ үйдегілермен былай айтатын да. Мен мұғалім болғым келеді. Мен мұғалім болғым келеді. Бірақ маған айтқан, сен военный авиацияда оқисың, Ақтөбедегі, соны түсесің деп. Ой, историясы бар, қазір ұзақ әңгіме кетеді. Мәселе былай айтамын да, мен какой 4 жыл деп алайық, ладно, грантқа түспей қалдым. Өйткені менің барған жеріне университеттен грант берілмейді жалпы. Сол себепті де. Бірақ 96 балымен біраз жерде түсуге болатын еді да, 96. Мәселе былай, сен 4 жыл бойы өзі ұнамаған мамандықта оқисың, грант үшін. И содан кейін өмір бақи сол мамандықта жұмыс істеу керексің да. Не үшін? Өйткені кезінде сен как бы грантпен оқыдың сол үшін да. Байқап отырған кезде 700 деп алса, 4 жыл бойы 700 төледің, плюс ақшаң бар, соны экономдау үшін өмір бақи ұнамайтын мамандықпен жұмыс істейсің ба деген сияқты. И қазір таңда бүкілін секрет емес, 30-40 50% болуы мүмкін. Өздерінің оқыған мамандығында жұмыс жасамайды көбінесе. Қазақстан емес. И олар әртүрлі фактор. Даже мен туған апам тоже бітірді грантпен. Бірақ қазір басқа жақта жұмыс жасайды. Не үшін? Өйткені бізде сәл өзгерту керек та. Грант деген нәрсе маңызды емес, маңызды сенің университетте жақсы көрген мамандығың. Бұл айтады ғой. Сенің пландарың басқа, Құдайдың пландары басқа деген. Одан да жақсы. Да. И сен білмейсің да, қандай лучше. И ол да бір жағынан жақсы деп ойлаймын. Не жағынан жаңағы грант үшін оқыған шығар. Бірақ содан кейін өзінің мамандығын басқаша жалғастырды да. И сол жалғастырған мамандығы лучше болуы мүмкін оған. Намного. Сол. Жалпы. Не. ақш мемлекетіне назар аударатын болсақ, ол жақ қатты дамып келе жатыр. Неге? Себебі әр адам өз сүйген мамандығы жұмыс жасайды. Және де оларды ата-аналар балайда балаға жалпы депозит дейміз ғой. Инвестиция бала құйған кезде олар деген біз сияқты Қазақстанда көбінесе ата-аналар балаға мамандығын уже 10-11 класста сыныпта ойлай бастайды да. Балам уже өсіп қалды, мамандық таңдау керек, не істеймін деп. Ал неде? Америка, ақш мемлекетінде балаға деген жалпы қарайды, бірінші футболға беріп қарайды, баскетболға беріп қарайды, жан-жақты ұлттар да. Осы соңғысында сұрайды екен, балам саған не ұнайды деп. Және де ол бала өз сүйген жұмысына барады. Яғни бұл дегеніміз балаға инвестицияны ертерек құйып, баланың болашағын шешеді екен. Бір история айтып кетейін. 6-шы класс, 6-шы емес, 7-ші класста мен переводчик болғым келді. Переводчикмыз себебі менің мамамның подружкасы переводчик болды.
там 7 тілмен сөйлесті. Там Қытай болды, там тағы не ағылшынша, турецкий, там көп тіл. Еще испанша, сол знаменитый тілдер, короче. Сол мен несет, и мен ана апа сөйлегенде вау дедім да, менде болғым келеді переводчик, ана уже не болды, сезім болды. И сол 10 класста бірақ андай не болды, маған бәрі сұрақ қояды. Мен 10 класста уже мұғалім болғым келеді деді. 10 класста мұғалім болғым келеді. Бәрі сұрайды дейді, не үшін мұғалім? Мұғалім ол жаман мамандық қой, ақша бермейді, соны ақша аз бірдеңе айтады. Мен просто мұғалім болғым келеді. Бірақ бір себебім болды. Ол ешкімге айтқан жоқпын, қазір айтып кетейін. 10 класста менің апайым оқып қалды. Ағылшынша беретін курсын, апай қатты не болды? Қалай? Ауыр жағдайда болды. Иә, сол айтты маған, Бекбол, сен 5 класстарға сабақ беріп көрші, ағылшынша сен жақсы сөйлесің ғой деді. Жақсы дедім. 5 класстар келді, бір 2 бала, 3 бала келді. И түсіндірдім. Present simple, past simple деген сияқты ең бастауышты. Сөйтіп түсіндірдім. Андай білмейтін заттар олар, өзің білетін заттар үйретесің. Жақсы сезім аласың да, кайф аласың, түсіндіресің, бәрін түсіндіресің. Олар да вау дейді да, present simple сондай дейді. И короче содан кейін болғым келді уже мұғалім андай түсіндірдім уже не болды. Жігер пайда болды. Жігер пайда болды. И бірақ ең проблема мамам қарсы болды да, мұғалім болатын мамам қарсы болды. Айтты, не үшін мұғалім боласың, сен түсінбеймін, сен не үшін мұғалім боласың, сөйтіп қарсы шықты. Апам да солай тоже қарсы шықты. Мен айттым, мен мұғалім болсам кайф аламын дедім. Мұғалім бастысы кайф аламын дедім. Мұғалім бәрін сөйтіп болашақта мұғалім болғым келеді. Сосын Тани жалпы осы жақында маған айтты, физматтан да деді маған. Физматтан да мен уже мамам мен решать етеді болашағым, мама решать етеді. И физматтан да деді. Мен айттым, не үшін физматтан да мама? Біздің университеттің жетсесін деді, Атырау университеті деді. Мама Атырау университетін жасайды. Там документами там тоже студенттермен жұмыс жасайды. Атырау түсесін дейді. Мен ойландым. Ақылдастым, Мағжанмен ақылдастым, мысалы, қайда физмат сүйме, не сүйме, бірақ физматқа мен онда қатты не емеспін, жақсы емеспін. Сол дүниежүзі тарих пен ағылшынға сөйтіп айтты. Ағылшын дүниежүзі тарих, мама, мұғалім болайыншы, пожалуйста дедім. Өкіміне айттым, пожалуйста, болайыншы деді. Бірақ айтты, физмат таңда деді, мамандық уже таңдай бер деді. И короче, үйге бардым мен, Атырауға бардым, маманың қасында отырдым. Мама, не үшін физмат таңдады, қыз батыс, дедім. Айтты, сен мұғалім болашақта болсаң, доход, ақша, біріншісі ақша деді, екіншісі не деді, көңілің болмайды деді, мұғалім болсаң. Мен айттым, мама, мен көңілім болады, уайымдамаңыз дедім, мұғалім болам, болды, кайф алам, сөйтіп айттым. Бірақ одан сайын қарсы шығарды. Физмат таңдайсың, сөйтіп қарсы шығады. И мама четко айттым, дейді. Бір ұрыс болды. Айттым, жоқ мама, таңдамаймын, физматты, лучше ағылшын дүниесі тарихпен жүрейін. Жақсы деді, несі. Потом айттым, сөйтіп сондай. Жалпы Түйіні бұның ешқандай мәжбүрлі түрде емес, қай жерде грант көп, сол мамандыққа емес. Өзіңнің қалауың, өзіңнің сүйген жеріңе түссең, ешқашан өкінбейсің. Егер қазіргі таңда Қазақстанда педагогика маманын сүйіп таңдасаң, ол деген Қазақстан 1%-ке болса дамыды деген десекте де айтсақ болады. Мамандықты басында таңдау қиын болды, 10-шы сыныпта, бірақ содан кейін бір схеманы тауып алдым. Басында ұнайтын пәннен бастайсың, оны ұзақ практиковать етесің. Кәдімгідей каждый пәнді ұнайтын таба алғаннан кейін соны практика қарастырасың, бүткіл информация іздейсің. Содан кейін сол пәнге қатысты қандай мақсат бар сенде өмірінде. Қалай болғанда да 1-2 жыл сол пәнге құтқаннан кейін бір мақсат болады сенде сол пәнге байланысты. Өйткені өміріңнің 2 жылын соған құрттың. Содан кейін мақсат пайда болғаннан кейін сол мақсатты орындау үшін саған профессия керек. Қай профессия саған көмек болады сол орындауда мақсатыңды. Сол профессияны таңдап алып, профессияға қарап, қай университет таңдап алдым. Сол химия инженері. Жалпы. Жақсы схема, өйткені мен уже 5 жыл химия оқимын, сондықтан бірінші этап спокойно өтіп кетті. Ұнайтын пән таңдап алдым. Соң мақсат тоже оңай.
өткен кішіміз болып сосын универ профессорымен. тағы бір зат қосып жіберейін. Жалпы мектепте ұнайтын мерекелердің бірі ол мұғалімдер күні де. Мұғалімдер күні себебі жалпы барлықтарыңызға мәлім, енді лицейде көбінесе 7-тен бастап оқығаннан кейін көбінесе 10 мен 11 класстар мұғалімдердің орнына сабақ береді. Сол кезде мысалы бір-екі 11 сыныпта оқушыларын естідім да, сонда мұғалімдер күніне мен педагогика деген маманға жалпы өзімнің ішкі сезім кәдімгідей оянып, педагогика маманы сүйіп кеттім дейді. Сонда жалпы мұғалімдер күні арқылы біз деген педагогика маманын жалпы қарастырдық, сүйдік десек те болады. Жалпы сұрақ, троечник пен отличниктің айырмашылығы неде? Яғни қазіргі таңда отличниктерге қарағанда троечниктер көбінесе қолын, яғни айтқанда көп бай болып, отличниктерден қарағанда дәрежелері үлкен болып жатыр. Оның себебі неде деп ойлайсыздар? Мына жақта үлкен жаңағы кітаптар жазылған, оған байланысты эффективность қандай деп. Бір түйген ойымды айтып жіберейін, осыған байланысты. Мына жақта троечниктер көбінесе қате жібереді, өмірде де сабақтарға. Ал отличниктер қате деген нәрсені өзі қабылдай алмайды. Және де сабақ оқыған кезде де көп оны жібермейді. Ал өмірге келген кезде өмір ащысы мен тәттісі бар, және де сүрінеді адам. Он бүкіл ол адамға қиын болып кетеді. Сондықтан да идеальный өмір іздейді ол. И сол кезде бизнеске керек. Бизнесте көбінесе отличниктер емес, троечниктер көбірек деп айтады. Отличниктер тоже бар. Бірақ олар неседі бизнесмендер бүкіл сразу көтеріп кетпейді. Олар ошибка жасап үйренеді да. И содан сабақ алып үйренеді. Троечниктер дәл солай. 3 алады, оны да 4 алады, и солай 3 пен 4-дің ортасында жүреді да. Сабақ оқымайды деген сөз емес, ол ақымақ деген сөз емес. Мәселе, мына жақта ақыл мен білім деген да. Может, білімді болмауы мүмкін, бірақ ақылды болуы мүмкін да бала. Ақылдылардың бәрі білімді деген ол екі түрлі түсінік, бірақ көбінесе екеуін шатастырады адамдар. Отличниктер, жаңа айтып өткендей, өздері идеальны нәрсе көреді, и бизнесті қателік жібергеннен кейін оған қабылдай алмайды да, өздеріне қиын болып кетеді. Өмір сүруде қиын болып кетеді. Былай айтқанда, олар задание жасап үйреніп қалған. Басқаша ойламайды. Негізі айтады ғой, бір компания, қазір атымды қалып тұрмын, клиент троечниктерді алады дейді да. Троечник емес, еріншектерді алады дейді. Не үшін? Өйткені ол істеуге ерініп отырады да, ең қысқа жолы және эффективный жұмыс ойлап табады. Ең қысқа, потом қайта істей бермес үшін, эффективный, качественный не үшін, потом бұзылып қалған кезде қайтадан жасамау үшін качественно алып шығарды. Айтишниктер сондай ғой, бір программаны жазып қояды отыр. И сондай кішігірім не бар да, қалыптасқан заңдылық деп айтамыз да. Бірақ менің ойымша мына сұрақ ондай корректный емес. Экзамен тапсырды, сұрақтарға жауап берді, болды. Троечник оған уақыт кетірген жоқ. Ол өзінің выгодасын ойлады, мақсатына қарады, немесе ақша тапқысы келді өзінің әртүрлі шаруаларына. Сондықтан ода опыт көбірек, ол ертерек бастады практика ақша табудан және өзінің мақсатына барудан. Ал отличник, оның мақсаты 5-ке шығу. Ол просто отырады, 5-ке шығу керек, сонда менің ата-анам мәз болады. Сондықтан ол бірінші фактор, неге мен отличник болуға тырыспаймын. Бірақ болып кетіп жатырмын, бірақ тырыспаймын. Енді содан кейін отличник 5-ке оқуға тырысқасын, ода мақсатына не жоқ уақыт. Сосын мектеп бітіргеннен кейін уже әртүрлі основа. Біреу берген тапсырманы орындау, екіншісі өзі тапсырманы өзіне құрастырады, өзіне мақсат құрады. Сондықтан мен ойлаймын, отличник пен троечник вообще бағаға қатысты емес, адамның успехи емес деп ойлаймын. Менде бір оқиға бар. Баян мектепте 6-шы класста қасымда Данияр деген бала отырды. И андай апай сұрақ қоя беретін еді. Мысалы, Мұхтар абай жолын кім жазды дейді. Қасымда Данияр айтады, қасымда шепотом айтады, Мұхтар Әуезов дейді да. Бірақ айтпайды апайға, әдейі айтпайды. Қасымда айтады, мен айтамын, Мұхтар Әуезов дұрыс дейді. Например, ең бірінші ғарышкер дейді. Юрий
гагарин дейді маған. Мен айтамын юрий гагарин деймін, сөйтіп дұрыс айтады. Бірақ тест болып жатқан кезде ол әдейі жауаптарын біледі, бірақ әдейі қателеседі троечник болу үшін. Әдейі қателеседі, біліп тұрады сұрақтарын жауаптарын, бірақ әдейі қателеседі. Мен айтамын, не үшін қателесесің осы? Айтады, просто жай ғана троечник боламын, мен ондай қатты өзімнің авторитет болғым келмейді дейді. Отличник болғым келмейді, мен ондай умный считать, бәрі айтсын, мен, например, Данияр умный, масан, беске шығады, анау-мынау деп. Мен ондай нем көрсеткім келіп тұрған жоқ дейді өзімді. Тыныш жүргім келіп тұр, өзім жүргім келіп тұр деді. Сөйтіп, сол айтқан маған, хорошо учиться и быть умным — две разные вещи деген маған. Что ойлап қарайсың деген. Өзің стройшник болған. Ештеңе етпес, стройшниксің, отличниксің, мысалы. Онда мен мойындаймын. Не демес та? Мейлі дейсің. Иә, мейлі сол. Жалпы жақсы да. Сонымен рахмет. Осымен подкаст аяқтаймыз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Екінші выпуск алда болады. Кездескенше. Кездескенше.